Assalamualaikum Riza ağa. Aleykümselam. Sen zamanında dayanamazsın bakayım. Жақсы şükür elhamdülillah. Özleriniz қалайсыз? Денсаулығыңыздар. Жақсы, жақсы аманшылық. İş parasağlar aman ba. Şükür elhamdülillah. Özünüzde қалай? Allah deb özünüz денсаулығыңызда жақсымы? Жақсы. Biz mına Astana'ga kelip, Astana'da sizдің қызыңыздан bir жағымды жаңалық естіп sizге звондап отырмыз. Ой, жарайды. Рахмет, әке, рахмет. Менің ана қалада қызым бар еді. Соған әне өкілі картошка ұстап тұрып кел. Өзім ауызда тұрам ғой. Сосын келсе бар. Келсек көрсе, сүт direkt bir забарады, соған қуарып. Жұмаға тұрып қой, ертең барып тексеріп көріп алайын, сосын саған хабарласайын деп сөйтіп ойлап тұрғам. Болды, түссе болды ғой енді. Ол сіздің 40 жыл еңбек еткенде қақыңыз ғой енді. Олар міндетті түрде төлеуге тиіс. Жарайды, рахмет әке. Аға, осы жағылмасам, біз әгі өткенде Талдықорғанға барып, арыз жинаған кезде сіз осы арыз бердіңіз емес па? Иә. Ана ең соңынан арыз берген кісі сіз емессіз ба? Иә, мен Қабыл Риза деген мен. Қабыл Риза. Қасыңызда бір жас жігіт бар. Иә, балам ғой, інім баласы. Ініңіздің баласы, иә, сол. Иә. Артынан әгі, сіз осы Алматыда маған хабарласқанда, ертесі ма, қайсы күні біз арызды жариялағаннан кейін әгі жергілікті өкіметтен Шұбаудан пенсияңызды береміз, бірақ күтсін дей ма бірдеңе деп айтты дегенде сіз емессіз ба? Иә, күтсін біраз уақыт деп айтты деген. Ол Қытай бастық қой, қазақ қыз арқылы сөйлеген. Иә. Болды аға, онда құтты болсын пенсияңыз. Ой, жарайды әке, рахмет, саған көп рахмет. Сол мен басында қолыма тиген күн саған хабарласайын ертең деп сөйтіп ойлап тұрмын. Болды, енді бір аға, бір нәрсені айтайын дегенім. Сізді мына қытайшылдар бопсалап, қорқытып, Қытайдың консулы ма, елшілігі звондап, ақ көк анау мынау арызыңды ата жұрттан алдырып таста, екі елдің достығы ақалай көкалай деп оттауы мүмкін. Мүмкін. Енді оған сіз өзіңіз құлақ аспай-ақ қойыңыз. Екі елдің достығы болса, неге менің 1 жылдан артық пенсиямды тоқтатасыңдар? Мен ұзақ жыл медик болып, доктор болып жұмыс істесем, 40 жыл істедіңіз бе? Иә, 40 жыл істедім. 40 жыл жаңағы қан терімді Қытайға төксем, енді халықаралық заң бойынша пенсияға шықтым, қолымда пенсия куәлігім бар. Халықаралық заң бойынша, Қытайдың заңы бойынша, мен қай елдің азаматы болсам да, олар маған пенсия төлеуге тиіс. Қытайдың өз заңы сөйтіп жазған. Сондықтан сендер маған анау мынау деп екі елдің достығы деп басымды қатырмаңдар. Дос болсаң төле маған. Қақымды бер тиісті. Егер тағы тоқтасаң, тағы арызданам деп сіз мықты тұруға тиіссіз. Дұрыс. Жақсы ондағы, құтты болсын қуанышыңыз онда. Жарайды. Қай жердікі едіңіз? Мен қайталай бір қағазға жазып алайын. Мен мына Талдықорған облыс, Ескелді ауданы Қарабұлақ. Қарабұлақ. Ана Қытайда қай жерде жұмыс істеп едіңіз? Қытайда анау 9 дивизия 165 қан дейді. Қаншасыншы дивизия? 9 дивизия. 9 дивизия. Ол қай жақ еді? Іле жақ беді? Тарбағатай. Тарбағатай жағы, Дөрбілжін аудан 9 дивизия. Дөрбілжіндікі ма? Жақсы. Жақсы ағамда, қуанышыңыз ұзағынан болсын онда. Рахмет, жарайды әке. Бейнетіңіздің зейнетін көріңіз енді қартайғанда. Рахмет, көп рахмет. Жақсы, аман болыңыз. Сау болады, рахмет.